Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде сын есімдер мен үстеулерге қатысты қолданылатын comparatives немесе қазақша салыстырмалы шырай жайлы сөйлесеміз. Салыстырмалы шырай бір затты екінші бір затпен салыстырған кезде, бір іс-әрекетті екінші бір іс-әрекетпен қатар қойып сипаттаған кезде қолданылады. Жалпы алғанда ағылшын тіліндегі comparatives, яғни салыстырмалы шырайға жауап беретін сөздер екі негізгі түрге бөлінеді. Біріншісі regular, яғни тұрақты, өзгермейтін деген мағынаға ие. Мысалға, ұзын, тол болса, ұзынырақ деп айту үшін біз taller деген сөзді қолданамыз. Бұл жердегі өзгеріс tall деген сөздің аяқ жағына жалғауы жалғанып тұр. Ұзын сөздерге келетін болсақ, beautiful, әдемірек деп айту үшін more beautiful деген сөз тіркесін қолданамыз. Және difficult, қиынырақ деп айту үшін біз more difficult деп сөйлеуге мәжбүр боламыз. Қай кезде more көмекші сөзі қойылады деген сұраққа келетін болсақ, егер бір сөзде бір буыннан артық бірнеше буын болатын болса, салыстырмалы шырайға жауап беретін сөздің алдына more көмекші сөзі қойылады. Irregular comparatives салыстырмалы шырайға жауап беретін сөздердің екінші түрі. Бұл кезде бастапқы формадағы сын есім good болатын болса, жақсырақ деп айту үшін біз good деген сөздің орнына басқа бір жаңа сөз алып келеміз, better деген. Regular comparatives сияқты олардың соңына жалғану арқылы немесе more көмекші сөзі қойылу арқылы жасалмайды. Bad жаман, жаманырақ деп айту үшін біз worse сөзін қолданамыз. Сөз түбірімен өзгеріп кетіп жатыр. Байқаған болсаңыздар, алыс far, алысырақ further деген сөзге өзгереді. Салыстырмалы шырайдағы сөздер қолданылған мысалдарға кезек берейік. Бірінші мысал, my sister is taller than me. Менің әпкем маған қарағанда ұзынырақ. Tall сын есімі ұзынырақ деген мағынаны беру үшін жалғанып тұр. Екінші мысал, Lexus is more expensive than Audi. Lexus Audi'ға қарағанда қымбатырақ. Expensive деген сөзде бірнеше буын болғандығы себепті алдына more көмекші сөзі қойылып тұр. Үшінші мысал, men are smarter than women. Еркектер әйелдерге қарағанда ақылдырақ. Төртінші мысал, she speaks faster than her husband. Ол күйеуіне қарағанда жылдамырақ сөйлейді. Fast жылдам, faster жылдамырақ. Соңғы мысал, Айгүл drives more carefully than her. Айгүл оған қарағанда қауіпсіздеу айдайды. Салыстырмалы шырайдағы сөздер сөйлемнің түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды. Болымды сөйлем кезінде, мысалға алатын болсақ, I am lazier than my mom. Мен анама қарағанда жалқаулаумын деген сияқты сөйлемдер жасалынады. I am more beautiful than my sister. Мен әпкеме қарағанда әдемірекпін. Beautiful сын есімі алдына beautiful сөзінде бірнеше буын болғанда себепті more көмекші сөзі қойылып тұр. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз more деген көмекші сөздің орнына less оның антонимін қоямыз. Мысалға, I am less smarter than my colleague. Екінші мысал, sneakers is less expensive than Alpengold. Sneakers Alpengoldқа қарағанда арзандау деп аударылады сөйлем, немесе қымбатырақ емес деп те аударуға болады. Салыстырмалы шырайдағы сөздің соңына қай кезде жалғауы жалғанады, немесе қай кезде оның алдына more көмекші сөзі қойылатын біз жоғарыда айтып өттік. Егер сөзде бір буыннан астам, екі немесе одан да көп буын болатын болса, онда сөздің алдына автоматты түрде more көмекші сөзі қойылады да жалғауы жалғанбайды. Дегенмен бұл ережеге сай келмейтін ағылшын тілінде бірнеше сын есімдер бар. Мысалға, clever ақылды деген сөз cleverer деп те салыстырмалы шырайға енеді, немесе more clever деп те жазуға болады. Gentle, gentler, more gentle. Cruel, crueler, more cruel. Polite, politer, more polite. Көріп тұрғандарыңыздай аталған төрт сөз жалғауы жалғану арқылы да салыстырмалы шырай жасай береді, немесе more көмекші сөзі қойылу арқылы да салыстырмалы шырайдағы сын есімдер мен үстеулердің рөлін атқара береді. Достар, бүгіндікке осы. Бізбен бірге болыңыздар.